Сәлем достар, сіздермен бірге мен Леди Каусар, және бүгінгі видео бізде Back to School. Достар, сіздер бұл видеоны өте ұзақ күткен боласыздар. Мен де түсіргім келіп жүрді, және де бүгін түсіріп жатырмын. Бүгінгі Back to School өте қызықты болады. Мен сіздерге мектепке арналған луктарымды көрсететін боламын, және сол үшін мен осындай ілгіш әкеп қойдым мына жерге. Видео более қызықты болу үшін. Сіздерге бұл видео ұнап жатса лайк басып кетіңіздер, және арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Достар, бірінші киім, былайша айтқанда лук. Ол менде осындай екі сарафан. Көріп тұрғандарыңыздай, біріншісі ол менде более осындай стройный, былай айтқанда. Яғни, мынау менің денеме жабысып тұрады, ал мынау свободный болып тұрады. Екеуін де мектепке де киетін боламын. Мынаны мен осындай рубашкамен әдейі көрсетіп қойдым сіздерге лук ретінде. Рубашканың жағасы осындай. Ал түймелері болса осындай. Жеңіндегі түйме осындай. Сарафанның арты осылай көрінеді. Алды осындай. Және де осындай қалталар бар. Екі жағынан да. Өте ыңғайлы сарафан. Маған негізінде сарафан киген бұрында ұнамайтын. Бірақ менде сарафандар бар болғандықтан қазір ұнайды. Так. Екінші сарафан, бұны біз тіктірткен болатынбыз, яғни өз қалауымызбен істеттік. Жаңадан қарағанда кеңдеу болып тұрады асты жағы. Бұның да қалталары бар. Жаңағы рубашкамен бірге мектепке кигенге өте ыңғайлы. Окей, келесі лук, келесі киімдер менде осындай, яғни бұл жерде менде жилетка. Осы жылға мен осындай жилетка алдым. Менің өткен жылы мен осындай жилетка алғым келген болатын, бірақ тапқан жоқпын, маған ұнайтындар да болған жоқ. Осы жылы мен осындай өте күштісін алдым. Арты оның осындай. Артында мынандай резиналар бар. Алдында осындай қалталар бар. Бұл жилетканың астында менде осы рубашка, бұл өткен жылғы рубашка. Бұл рубашканы мен кие берем деп шештім, себебі оны мен көп киген жоқпын, себебі укороченный, мектепке көп киюге болмайтындықтан мен оны осы жылда кие берем деп шештім. Бұл рубашканы сіздерге ұзақ көрсетпеймін, себебі өткен Back to School'да көрсеткен болатын. Осындай укороченный, және қолдарды укороченный, түймесі осындай. Мойнымда осындай обычный галстук. Классымның галстугі. Ал астында менде осындай шалбар. Осы жылғы шалбар маған өзіме өте қатты ұнайды. Оның сапасы да, фасоны да өте күшті. Ол классический болғанымен балақтары осындай асты жағында кең, және өте ыңғайлы. Сапасы жақсы. Өткен жылғы менде андай домалақ болып кеткен. Типа бүйтіп үйкеленіп, не істеп кеткен. Сондықтан да осы жылы жақсысын алдым. Ұзағырақ кию үшін және әдемі болу үшін. Және өткен жылы мен сіздерге қоңыр түсті жилетка көрсеткен болатынмын. Сол кезде мен айтқам, жақында темно-синийін алам деп, бірақ мен оны жылдың ортасына қарай алдым. Қыста киіп жүрдім. Және де ол қазір менің қолымда, осы жылда киетін боламын. Осындай. Осы лукпен де кисем болады, өте күшті көрініп тұрады осы шалбармен. Юбкамен де жақсы көрінеді. Сыртынан пиджак киіп, қазір сіздерге пиджакты көрсетейін, ол менде екеу. I just want to rock.
Ал мынау достар менің осы жылы киетін 2 пиджагым. Сіздерге қайсысы ұнап тұр? Біріншісі немесе екіншісі комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл пиджактар екеуі екі түрлі. Біріншісі ол осындай. Бұл менде үстінде кең болып тұрады. Және де маған шамалы үлкендеу, яғни келесі жылы да киюге болады. Түймелері осындай. Және жиектері осындай. Жағасы болса осындай үлкен. Осындай ыңғайлы. Мына шетінде екі қалтасы бар. Екі жағынан екі қалтасы бар. Ал екіншісі болса менде осындай ақ түсті полоскалармен жағасында. Арты болса осындай. Бұның түймелері менде қай жағында? Бұда бір түйме тока, мынада екі түйме. Мынада екі түйме, мынада тек қана біреу. Іші болса осындай рубашка сияқты ақ түсті болып тұрады, бірақ ол үстінен киінген кезде байқалмайды. Бұл мына пиджактан қарағанда жеңілірек. Бұны мен көктемде, күздің басында киемін, а мынаны күздің ортасында, қыста киемін. Осындай екі пиджак. Так, келесі достар, менің осы жылғы екі юбкам. Оларына рубашканы астан көрмейді, мен сіздерге типа лук жинап қойдым тағы да. Бірінші менде осындай лук. Астында осындай юбка, рубашка әрине ішінде тұрады юбканың. Және де мойнымда осындай өте ерекше, көк түсті, золотой элементтері бар. Осындай галстук. Өзіме бұл галстук өте қатты ұнайды. Осы лукқа мен сыртынан осындай кардиган киетін боламын. Осындай көк түсті, өте әдемі. Страдивариустан алдым. Егер сіздерге де қызық болып жатса, мінекей. Осындай көк түсті, өте күшті, жұмсақ, әрі ыстықтамайтын осындай кардиган. Міне достар, осындай болып тұрады. Қазір сіздерге юбканы бөлек алып көрсем. Осындай юбка. Арты осындай. Артында замогы бар, және де түймесі бар. Екі жағында екі қалтасы бар. Маған осындай қалтамен болған еді. Себебі мен мектепке мынандай кішкентай сумочка алып кетпейтін шығармын енді. Типа портфельде тұрған, рюкзакта тұрған нәрсе маған ыңғайсыз болады алу. Ал қалтамда телефон, наушник, сондай нәрселер тұрады. Сол маған ыңғайлы. Сонымен біздің бірінші юбка осындай. Ал екінші юбка қазір көрсем, бірақ бірінші рубашка көрсем. Рубашка менде өткен жылғы. Мындай жанында нелері бар, сызықтары бар. Және де екінші Glassman галстугы. Осы жылға менде 3 галстук. Маған галстук деген өте қатты ұнайды. Менің любой мектепке киетін киімде галстук болу керек. Себебі галстуксыз болмайды. Галстуксыз менің киімде бірдеңке жетпей тұрған сияқты көрінеді. Сыртынан бірдеңке болса да галстук керек. Екінші юбка менде осындай. Бұл жаңағы юбкадан қарағанда ұзынырақ, тізеден түсіп тұрады. Осындай, бұның қалтасы жоқ. Өкінішке орай. Бірақ пиджак киіп аламын, қалтасы бар. Осындай юбка. Теннистің сияқты бір жағынан. Және де оның замогы шетінде осындай түймесі бар. Мінекей достар, менің осы жылға киетін 2 юбкам.
рубашкалардан басқа мен пиджактың ішіне кию үшін осындай 2 майка алған болатынмын. Біреу осындай ақ, мен осы ақты көбінесе киемін, себебі қара бізге киюге болмайды. Қара майка менде осындай, арты осындай. Бұл 2 майканы мен база ретінде де алған болатынмын, яғни мектептен де бөлек киемін. Ал келесі менде осындай ақ түсті үтіктелмеген майка. Ол жаңадан қарағанда иықтары басқаша, фасоны басқаша. Осындай. Бұны мен пиджактың ішінен киемін. Пиджактың ішінен және астына шалбар немесе юбка. Солай киемін. Бұл майканы мен әрине қыста кие алмаймын, сондықтан да қысқа мен қазір көрсетемін. 2 водолазка алдым, осындай ақ түсті. Мойны жағы ондай не емес, яғни мойынды толықтай жауып тұрмайды, тек жартысынан ғана. Маған сол ыңғайлы. Толықтай жауып тұрса некомфортно. Дискомфортно, ребята. Дискотека. Ақ водолазка менде қара водолазкадан қарағанда қалынырақ. Қара водолазка менде жұқа. Вот чуть-чуть такой просвечивает. You know what I mean? Қазір. Ойбай, не істеп жатырмын? Мен қолым көрініп тұр ма? Ну, в общем, осындай. Осындай менде 2 майка және 2 водолазка. Водолазканы мен көбінесе киемін, себебі водолазка деген нәрсе, немесе гольф, кім қалай айтады, өте ыңғайлы, өте жылы болып тұратын киім. Ал егер мен пиджак кигім келмесе, немесе жаңағы жилеткаларымды кигім келмесе, мен осындай свитер киемін. Осындай узорлармен. Қолы осындай, жағасы осындай. Өте күшті, ыңғайлы, ұзын свитшот. Мектепке киюге күшті, себебі ол яркий емес, қатты темный түсте. Және де менің шалбарыма керек зат, ол обычный ремень. Мінекей осындай. Достар, сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Жақында тағы да Back to School'дың 2-ші, 3-ші бөлімдер шығатын болады. Егер сіздерге бұл видео ұнаса, лайк қойып кетіңіздер, арнаға тіркеліңіздер және колокольчикті басып қойыңыздар, сіздерге жаңа видеолар шығады. Пока, бай-бай.